Қайықтың үстінен балық аулап отыр жігіттер. Кім ұстап отыр екен, а? Алыстан сүріп тұр мен. Көрінбейтін жерден осылай. Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, қалайсыздар? Бүгін күн жексенбі, енді шығып, қаланың сыртына балыққа шығып, сізді балық аулап атқан жігіттерді сіздерге көрсетпекші ойым бар. Енді келіп тұрмын осы балық аулайтын жерлердің біріне. Қазір осы жерден бастап құм басталады, мына жақтың бәрі құм. Машина көліктің аяғын қазір жерін шығару керек болады. Сонымен жағаны жағалап бастаймыз. Ал енді бәріңізге де жақсы көрініс болсын. Балық түртіп ұстап атқан болса, оны әлбетте көресіздер. Біреулер 0,5 қылу керек дейді, біреулер 0,8 дейді. Енді мен көзге сәл түскеннен кейін сол көзге ғана шығаратын боламын. Желін. Енді алдыңғы аяқты құмға бару үшін бәрі аяқ машина күшті болғанменен көп үшін айтып жатырмын. Құмдар жоқ қысқа қазір осы құласа. Көзге құрметті көрермендер, сізге көрініп жатыр ма? Көзге түсіріп жатыр міне. Аяқтың жерін оны ары қарай өлшеп тұрған жоқ көзбен. Осылай мен қазір енді тағы да екі аяғын өсіп жерін шығарамыз. Сосын құмға басамыз. Көлігімнің аяқтарының жерін шығардым. Көп емес, тек көзге. Міне қазір мына жерден құм басталады. Осы құмменен ар жақ қарта бәрі құм болып кетеді. Міне балықшылар, менен ерте келген балықшылар бар екен. Ана жақта да балықшылар кетіп бара жатыр. Міне балықшылардың машиналары. Қараймыз енді, көрсетеміз ғой. Қазір осы жолмен батып қалмаймыз деп ойлаймын. Басамыз ғой.
Ал қосатын қосайық. Аяқты көп жіберген жоқ, мала көрейік ал. Міне құммен кеттік, басталамыз құммен. Иш. Давай. Әзірге жаман емес. Мына жер қиын ғой. Соединение со спутниками установлено. Lan оборот істемей келе жатырмын әзірше. Міне осылай балық аулайтын жерге келдік міне. Осы жерді қарайын енді. Сүрткен көр. Таң қаламын да мына демалушыларға. Неге мынандай алып мусор тастап кеткен? Келіп жатыр таңертең, адам көңілін түсіреді ғой. Алып кетуге болады ғой осының бәрін. Мына жер мусор. Ана жер мусор. Бұның бәрін теріп жинап алып кету керек болады. Жағаның бәрін мусор қылып. Ішіп, жеп, бәрін тастап кеткенде адам көңілі қалады. Бұл не деген? Білмеймін, сөзім жоқ. Артынан жинап кетсе болады ғой, осының бәрін. Бір пакетке салды, алып кет. Қалаға келгеннен кейін. Мусордың жәшігіне таста, оның не қиындығы бар. Жағаны білдіріп. Жақсы. Так. Менен де басқа балықшылар келіп бастап жатыр. Күтеміз енді. Осы уақытқа әлі бір түткен жоқ балық. Вот такие тұрған. Менің құрдасым Нұрмұхан. Қараймыз енді қалай болатын. Мына жақта қандай бір жігіттерді көрсетейін, мынау Игорь. Суға кіруіне қарағанда елінде өдем. Шығарды.
Көрсетіп өтейін, мына жерде біздің балықшылар. Аулауда. Самат туысымен енді келді, ол сәл кешігіп келді. Көлігінің аяқтарын жерден шығарып тұр. Қарады бізге. Самат, қалайсың, бірақ көрмейсің. Сол таныстырып өткенім, енді қайсысына балық түссе алыстан болса да көрсетемін. Менің досым құрт кей. Соңғы құрттарды айдап отырмыз, қара көздерге. Қара көз, айнам көз дейсіз ба? Қарашқа. Соларды. Вовла. Соларды тамақтандырып отырмыз енді. Мына соңғы құрттар енді бүгінге қалып атқан. Осыларды жіберіп отырмыз енді. Мен де осы бәрін до конца кормить етіп кетейік, келгеннен кейін соншама жерден. Ақтау қаладан келіп отырмыз. Енді соларды кормить етіп кетейік. Мүмкін арасында бір-екі түсіп қалар дейсің ғой. Мүмкін бұйыртса. Бұйырғанын көреміз, енді. Аз-аздан салып отырмыз, құрт экономдап бәрі жеп кетіп жатыр енді. Түссе осы құртқа да түсіп қалады деп ойлаймыз енді бұйырса. Ма темір жапсаңыз болды ғой. Темір. Самый главный. Қармағын темір жап. Осы жауып жібереміз енді бұйырса жеке. Сосын қараймыз ар жағын. Құрттар да шамалы болып жатыр, дамбаның құрттары дейтін. Дұрыс құрттар шықпай жатыр әлде, мелкие. Оғақ құрттар мына дейтін. Бұлға ердік. Бұл дамбаның кімін аяғын. Біз кеше неден қазып едік, сәл үлкендеу екен. Енді асқұдық. Асқұдықтан, Килька. Килька ма? По головам считаем. Көрсет, чиш, көрсет. Тарашка. Қаз тарашка болса да жақсы ғой. Не, это не считается, это. Тарашка, бычок, не включается. Не, біздің құрдас тартып келе жатыр. Жақыннан түртті ме? Қазір шығарады. Шығарды. Көтер, көрсетші. Көрсет, көтер, аға. Міне. Счет 1-0. 1-0. Красавчик. Тащит. Ну, сама, давай. А мы все видим. А ну-ка. Аккуратно. Старт кадр. Жақсы шығарып жатыр. Қане? О, міне. Көрінді ғой да. Онша үлкен емес, бірақ болады. Қайта. Міне ұсталған балық міне. Бір түйір. Кішкентай балық. Соның өзі балықшыларға қанша қуаныш алып келді? Қуаныш. Осының өзі дейтін. Бірақ эмоция отырып адамға. Түртпей тұрған кезде сол ғой. Түртпей тұрған кезде қаз
А не басталады, міне басталады. Сөйтесің ғой, сөйтіп көріңіз. Сонысымен де қызық қой, балық дейді. Ау! Қайықтың үстінен балық аулап отыр жігіттер. Кім ұстап отыр екен, а? Негізі мүңгіртті олайды ғой. Қазір қараймыз. Жел жоқ. Судың асты мөлдір балықтың жүргені көрінеді ғой. Олар жағадан алыста. Уф. Ешкім шешіп ұстаған жоқ. Солай қайықтан балық аула дейді. Алыстан сүріп тұр мен. Көрінбейтін жерден осылай. Давай сен, түспе. Тазалап жіберейміз. Сен атаңды әжең шақырса өзің нең бар сен? Тұқпыртта кішкентай ол. Ал кет. О, тайды. Әлі кет барады. Жағадан алысқа кете. Кет. Құрметті менің оқырмандарым, осымен бүгінгі балық аулауымызды аяқтаймыз. Бүгін балық қатты тұрды деп айта алмаймын. Өйткені менің өзім, жеке өзімде бір ретте түрткен жоқ. Дегенмен жанындағы тұрған жігіттер біреу екеуден бәрі алды. Оны өздеріңіз көрдіңіздер. Дегенмен де балық түртпеді деп үйде жата беруге де болмайды. Арасында шығып тұру керек. Демалыс күндеріңізді босқа жібермеңіздер. Балыққа шығып, таза ауаға шығып қайтсаңыздар болады. Енді менің өзім айтып жатқан кеңесім сіздерге, ар жағын өздеріңіз білесіздер ғой. Тағы да біз сіздермен кездесетін боламыз. Жазылуды ұмытпаңыздар, бөлісуді ұмытпаңыздар видеоменен. Сол келесі кездескенше жақсы сау саламатта болыңыздар.